Сәлем достар. Мен бүгін фрикаделькиден суп дайындайын деп тұрмын. Кішкене фарш алып, тұз қостым, бұрыш қостым, домалақтап қойдым. Енді бір пиязды турап, бір-екі помидор турап алып, қазір қуырамыз. Осылайша ұсақтап турап алыңыздар. Қазанымызға май құйып, бір 4-5 минуттай қуырып аламыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, құрметті көрермендер. Көптеген тамақтың түрлері бар. Көптеген салаттың, пирогтардың түрлері бар. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Кішкене қара бұрыш саламыз. Тұз салып, суын құямыз. Бір 5 минут қайнағаннан кейін жаңағы фарштан жасаған фрикаделькімізді саламыз. 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Фрикаделькіміз 5-10 минут қайнағаннан кейін кәдімгі роллтанның жаңағы лапшасын аламыз. 2 роллтан жетіп жатыр. Приправаларын салмаймыз. Тек қана лапшасын қосамыз. Осылай бір ерекше тағам дайындап көрейік деп бірінші рет осылай дайындап жатырмыз. Дәмді болатын сияқты. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Комментарийға жазып кетіңіздер, дайындасаңыздар. Мінекей, тамағымыз дайын болды. Ас болсын.